Мен Әуренбаева Торғын Төлеген қызы, Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кенті номер 40 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Ал балалар, сәлеметсіздер ме? Сабақ басталды. Отыруға рұқсат. Бізде бүгін қазақ әдебиеті сабағымыздың тақырыбы балалар Қорқыттың нақыл сөздері. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қорқыт атаның нақыл сөздерімен танысатын боласыздар. Және осы нақыл сөздердегі құндылықтарды білетін боламыз. Бұл сабақта балалар, сіздер Қорқыттың нақыл сөздерін тиімді қолдана отырып, өздеріңіз нақыл сөздерге баға бересіздер. Және нақыл сөздердегі рухани және материалды құндылықтарды анықтап, оларға жаңашылдығына баға беретін боласыздар. Сабақтың мақсатымен таныстық. Сондай-ақ балалар, енді бүгінгі сабақта қалыптастырушы бағалауды айтып өтсем. Балалар, бүгін қалыптастырушы бағалау ретінде сіздерге сабақ барысында оқу тапсырмаларын дұрыс орындаған оқушыларға және сұраққа дұрыс жауап берген оқушыларға қобыз стикерін тарататын боламын. Міне экранда да көрініп тұр, және мені қолымдағы стикерді сіздер сабақ барысында жинауларыңыз қажет. Және осы стикердің артында балалар құпия сөз жасырынған, оны телефондағы QR код камерасымен қандай сөз жасырынғанын өздеріңіз сабақтың соңында білетін боласыздар. Енді балалар, өткен сабағымызға шолу жасап өтейік. Тақтадағы сурет сіздерді қандай ойға шақырады? Суреттер арқылы не айтуға болады? Бұл топтық жұмыс, сондықтан қазір өзара топта ақылдасамыз, енді тапсырманың шартын оқып өтейін. Суреттер сөйлейді әдісі бойынша өзара топта ақылдасып, Қорқыт ата жайлы білетіндеріңізді айтып көріңіздер. Жалпы барлық топ дайын екен. Енді мен қазір аңжырау тобынан Ерке мен Диасты тыңдап көрсем. Қане ортаға келіңіздер, ойларыңызды жинақтап айтып берсеңіздер. Бірінші суретке назар аударатын болсақ, біз бұл жерде Қорқыт атаның өмірге келгені туралы баяндалады. Яғни Қорқыт ата өмірге келетін кезде әлемді 3 күн 3 түн қараңғылық басып дауыл болған. Осы жерден Қорқыт атаның есімі Қорқыт деп аталған. Қорқыт атаның есімінің этимологиясы, яғни құтты адам, құт әкелетін адам деген мағынаны береді. Екінші суретке назар аударатын болсақ, біз бұл жерде баспақты көре аламыз. Қорқыт ата бір баспақтың артынан қуып жүріп, қалай болса да қуып жетеміз деген мақсат қояды. Яғни келесі суретке назар аударатын болсақ, біз бұл жерде Әзірейілді көре аламыз. Әзірейіл Қорқыт атаға: егер мәңгілік өмірді аңсасаң, ешқашан өлім туралы ойлама, өлімді есіңе алма деп айтқан болатын. Келесі суретте бұл Қорқыт атаның мәңгілік өмір іздеуі, яғни Қорқыт атаның алдынан көр қазып жатқан адамдар шығады. Және олар кімнің қорын қазып жатсыңдар десе, Қорқыттың деп жауап береді. Ал келесі суретте бұл өзінің атамекеніне келіп, өзінің қобызын шертіп жатады. Және бір кезде қалғып кеткен кезінде ол Әзірейіл жылан бейнесіне еніп, Қорқыт атаны шағып алады. Келесі суретте Қорқыт атаның шығармашылығына орай, Қорқыт атаның құрметіне орай салынған ескерткіш. Бұл Қызылорда облысы Қармақшы ауданы 18 шақырым жерде салынған ескерткіш. Ал екінші суретте Бәмсі Байрақ дүниеге келген кезде Байбөрінің саудагерлерге бұйырған 3 қасиетті заты. Біріншісі су жылқысы, екіншісі садақ, үшіншісі күрзі болып есептелінеді. Үшінші суретке тоқтала кетсек, бұл жерде Бәмсі Байрақтың өсіп 15 жасына келуі, яғни ол Рум елінен өз еліне қайта оралуы. Және де төртінші суретте саудагерлер гәпірлерге тұтқынға түскен болатын. Сол жерде Бәмсі Байрақ оларды жолай кездестіріп, оларды құтқарған болатын. Және де содан кейін олар өз елдеріне келіп, яғни саудагерлер Байбөрінің алдына келеді де өздерінің заттарын тапсырады. Және де ең бірінші көрген кезде олар Байбөрге емес, Бәмсі Байраққа амандасқан болатын. Содан кейін Байбөрі өз еліне үлкен дүркіретіп той жасаған болатын. Сол тойға Қорқыт ата да келіп былай деген екен: сенің ұлыңның аты енді Бамыш емес, Бәмсі Байрақ, оның атының аты Байшұбар болады деседі. Соңғы суретке тоқтала кетсек, Бану Шешек пен Бәмсі Байрақтың қосылуы. Бәмсі Байрақ жырының идеясы балаларды батырлыққа және де қарапайымдылыққа үйрету болып есептелінеді. Енді балалар, қазір сіздерге үй тапсырмасы бойынша алған балдарыңызға қобыз стикерін таратып өтсем. Әр топтан белсенді оқушыларға бір стикерден берейін. Аңжырау тобынан Еркеге бір стикер беремін. Ал балалар, Сәуегей Дана тобынан мен қазір Жанелге, Әдеміге, Арманға жақсы қатысқандар үшін бір стикерден беремін. Қорқыт атаның сан қырлы жағын таныдық. Енді соның ішінде ерекше бір қырын айтқым келіп тұр. Қорқыт ата қобыз аспабын алғаш рет ойлап табушы.
қобыз аспабында бірнеше күй шығарған тұлға. Сондықтан қазір біздің ортамызда Елдана Қорқыт атаның Ұшардың ұлы атты күйін орындап берсе. Енді ортаға Елдананы шақырайық қане балалар. Елдана, келе ғой тақтаға. Рахмет балалар. Елдана, сен бүгін бізді Қорқыттың әлеміне апарғандай болдың. Көпті көрген өмірден түйгені бол абыз әулие, бірде ел билеген бектерін сабырға шақырып ақыл айтса, тағы бірде ұрпақтың жан азығына айналған оймен сабақтайды. Батырлардың ерлігі, ата-ананың парызы, бала тәрбиесі, толғамдары Қорқыт айтқан өсиет сөздердің өзегі болып табылады. Қорқыт атаның нақыл сөздері қазақ халқының мақал мәтелдерімен үндес келеді. Бірінші тапсырма бізде балалар жұптық жұмыс болып табылады. Қазір әр топта бізде 6 оқушыдан отырмыз. Сондықтан жұптасып тапсырманы орындайсыздар. Тапсырманың шарты балалар мынадай. Қорқыттың нақыл сөздерін тақырыпқа сай жіктейсіздер. Және бір нақыл сөзді жазып, сол тақырыпқа қатысты соның мағынасын талдап бересіздер. Одан кейін Қорқыт атаны қай тақырып көбірек толғандырған екен, соны баяндап берсеңіздер. Бірінші балда Қорқыттың нақыл сөздерін тақырыбына сай жіктейді. Екінші бал тақырыпта ашатын нақыл сөз жазып мағынасын талдап береді. Үшінші балда Қорқыт атаны қай тақырып көбірек толғандырған жөнінде сіздер түсіндіріп бересіздер. Жалпы балалар 3 балды құрайды. Біз бұл оқу тапсырмасын сурет арқылы бейнеледік. Яғни Қорқыттың нақыл сөздерін 4 тақырып бойынша жіктедік. Бірінші тақырып бұл бесікті тербетіп жатқан ана. Екінші тақырыпта біз қазақтың кен байтақ жерін және дәстүрлі киіз үйді бейнелеп, туған жер және ерге арналған қанатты сөздерге байланысты сурет салдық. Бұл алғашқы сурет. Алғашқы сурет бойынша мен Қорқыт атаның айтып өткен ананың хақы, Құдайдың хақы деген нақыл сөзімен толықтырғым келеді. Екінші сурет бұл туған жер туралы. Яғни туған жер туралы айтып өткен тағы да бір нақыл сөзі, ол жер қадірін ел біледі, ел қадірін ер біледі. Ол ақылды хош көрмес, ата үлгісін көрмесе, қыз жартып ас бермес, ана үлгісін көрмесе деген нақыл сөзімен толықтырамын. Ал енді балалар жұптық жұмысты бағалайтында кезге жетті. Жұптық жұмыс бойынша бүгін ерекше жұмыс жасаған Күйатас тобына мен Айғанағымға 3 стикер бергім келіп тұр. Сондай-ақ мерейде бүгін өте белсенді атсалысты. Қорқыттың нақыл сөздерінде айтылған құндылықтарды рухани және материалдық деп екіге жіктейсіздер. Олардың бүгінгі таңдағы маңыздылығына тоқталып өтесіздер. Бүгінгі таңдағы маңызы рухани құндылықтар адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Достары көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Қазіргі таңда көп жастар өздерінің уақытын бос нәрсеге құртады, ал кейін сол нәрсеге өкінеді. Сол себепті өкінбес үшін жақсы оқып, жаныңа жақсы адамдарды жинау керек. Ал материалдық құндылықтар дәулетті ұл ошақ қоры, дәулетсіз атаның соры. Егер де бала ер жетіп, өзін-өзі қамтамасыз ете алса, ата-анасының мойнына масыл болмай, өз күнін өзі көру керек. Бүгінгі екінші оқу тапсырмасы бойынша мен Ақбөпеге 3 балды бергім келеді. Балалар, Қорқыт ата кітабы бізді адамгершілікке үндейтін, туған жерді сүюге шақыратын, ата-ананы құрметтеуге үндейтін мол қазыналар болып табылады. Жалпы ел арасында Қорқыт ата туралы аңыз әпсаналар, сондай-ақ ғибратқа молы нақыл сөздері жиі айтылады. Кезінде Оғыз бектері Қорқыт атаның нақыл сөздерін бұлжытпай орындап, ел бірлігін сақтаған екен. Елдің тыныштығы мен жұрттың амандығын тілеген қарт бабамыз құт берекенің кілті ауыз біршілікте деген екен. Енді балалар, біздің келесі оқу тапсырмамыз рөлдік ойымен сәйкес келіп тұр. Тапсырманы кейіпкермен сырласу әдісі арқылы орындайтын боламыз. Қазір біз ортаға Қорқыт атаны шақырып көрейік. Тапсырманың шарты балалар мынадай.
Қорқыт ата нақылдарын мысалға ала отырып, кейіпкерге сұрақ қоясыз, яғни Қорқыт атаға сұрақ дайындайсыздар. Сұрақтарыңызға мүмкіндігінше өздеріңіздің балама жауаптарыңызды ұсынасыздар. Кейіпкерге тілек білдіресіздер. Бұл тапсырма 3 қадамнан тұрады. Енді қадамның шарты тақтада берілген. Дескриптор балалар, тапсырма 4 балдан тұрады. Бірінші балды алу үшін Қорқыт ата нақылдарын мысалға аласыз, екінші сұрақ қоясыз, үшінші сұраққа мүмкіндігінше өзіңіздің балама жауабыңызды ұсынасыз, төртінші Қорқыт атаға тілек білдіресіздер. Ал енді балалар, Қорқыт атаны ортаға шақырайық. Армысыңдар балалар. Бүгін міне сабақта менің нақыл сөздерімен танысып жатсыңдар. Менің нақыл сөздерім менің өмірлік ұстанымым деп есептеңдер. Және де келешек ұрпаққа осыны өсиет етіп қалдырамын. Сендерден үлкен үміт күтемін. Және де сұрақтарың болса, құлағым сендерде. Маған айтар сауалдарыңыз болса, қоя беріңіздер. Қорқыт ата, менің сізге арнап шығарған өлеңім бар еді. Дауыл татып күллі әлемді қорқытқан, мәңгі өмір іздеп әлем жортқан, Қорқыт ата қобыздың асыл шебері, өмір мәнін түсінерсің Қорқыттан. Өте дұрыс. Сен үлкен үміт күтемін. Бірінші қадам, ажал жетпей өлмек жоқ демекші, бұл сөздің мағынасы неде және неліктен? Менің ойымша, бұл сөздің мағынасы ажал келмесе, қандай жағдай болмасын, адам өлмейді деген мағынада деп ойлаймын. Сонымен қатар Қорқыт ата тілек білдіргім келеді. Қорқыт атаның нақыл сөздері адамды ойландырып, дұрыс жолға тәрбиелейді. Бірінші қадам. Неге Бәмсі Байрақ саудагерлеріне бірден өзінің кім екенін айтпады? Себебі ол тәкаппар, өзін басқалардан жоғары ұстамайтын, қарапайым болатын. Яғни бұл шығарма бізді қарапайым болуға шақырады. Үшінші қадам. Қорқыт ата, мен сізге айтар тілегім, Қорқыт атаның нақыл сөздері, қанатты сөздері бізге өнеге, білім, тәрбие береді. Сондықтан сізге алғысымыз шексіз. Ал енді қолдарыңды жайыңдар. Батамды берейін. Ата даңқын шығарып, өзінің тегін қуған балаға ешкім жетпейді. Ендеше сіздерде ата бабамыздың салт дәстүрін, әдет ғұрпын сақтап саналы болыңыздар. Мәңгі бақи өлмейтін, ұмытылмайтын нәрсе адамның өміріндегі істеген игілік ісінің нәтижесі. Сіздерде жақсы істеріңізбен көпке үлгі болыңыздар. Әумин. Балалар, біздің сабағымыздың аяғына да келіп жеттік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қорқыттың нақыл сөздері тақырыбы аясында өткен болатын. Енді тақтаға назар аударатын болсақ, білім шыңы, рефлексияның бөлімі. Бұл жерде балалар, сабақ барысында сіз оқу тапсырмаларын орындау барысында қолыңызда не келді, мақсатқа жету үшін қандай қадам жасадыңыз және нәтижесі қандай болды. Осы сабақ барысында сіздер Қорқыттың нақыл сөздерімен таныстыңыздар, нақыл сөздеріндегі құндылықтарды анықтап, бағасын бердіңіздер. Қорқыт атамен сұхбаттасып, өз ойларыңызды білдірген болатынсыздар. Енді балалар, рефлексия бойынша өз ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Бүгінгі сабақта менің қолымнан жұптық жұмыста белсенді болдым. Қорқыт атаның нақыл сөздерімен танысып талдау жасадым. Нәтиже, Қорқыт атаның нақыл сөздерін жаттап білдім. Менің бүгін қолымнан суреттермен жұмыс жасау және де нақыл сөздер түсіну келді. Мақсатқа жету үшін мұғалімді мұқият тыңдап, сонымен қатар тиянақты жұмыс жасадым. Нәтижесінде лайықты бағалау алдым. Бүгінгі сабақта мен Қорқыт атаның нақты кім екенін білу қолымнан келді. Мен мақсатқа жету үшін Қорқыт атаның нақыл сөздерін жақсы түсіндім. Нәтижесінде бүгінгі сабақта Қорқыт атаның неше түрлі өнерін біліп, өзімді жақсы жағынан көрсете алдым. Балалар, бүгін сабақ барысында сіздер Қорқыт атаның нақыл сөздеріне байланысты бірнеше оқу тапсырмаларын орындап, өздеріңіз қобыз стикерін жинаған болатынсыздар. Енді қазір кім қанша стикер жинады, соны санап көреміз. Және әр стикердің артында балалар жасырынған штрих-код бар. Соны камераларыңыздан ашып, сканерлеп көрейік. Жасырынған құпия сөзді оқимыз. Қане балалар, кім неше қобыз жинады? Торғын Төлеген қызы, маған бүгін сканерден таңғаларлықтай деген сөз шықты. Сонымен қатар мен бүгін оқу тапсырмаларын орындап, 10 балл алдым. Рахмет, отыра ғой. Таға кімге қандай құпия сөз жасырдым деген? Жақсы. Мен QR сканерінен керемет деген комментарий алдым. Мен бүгінгі сабақта тапсырмаларды дұрыс орындап, 9 балл жинадым. Жақсы, рахмет, отыра ғой.
Мен бүгін сабақ бойынша 6 бал алдым, және де QR сканерімен сканерлеп талпын деген сөз шықты. Мен келесі сабақта өзім балымды жоғарылатамын деген ойдамын. Жақсы, рахмет. Балалар, бүгін сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма Қорқыт атаның даналық сөздерін жаттап келесіздер. Сондай-ақ балалар, бүгінгі сабақ барысында жинаған қобыз стикерлеріңіздің саны бойынша балдарыңыз шығарылды. Күнделік кезетке нақты балдарыңыз қойылатын болады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.